Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бойтұмар арнасына қош келдіңіздер. Әсерлі оқиғаларды тыңдай отырып, менің ардыма жазыла кетіңіздер. Және де лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Өкініш, 24-ші бөлім. Сен қыз, не істеп жүрсің? Деп сұрадым сол күні, түн қарайғанда келген сіңлімнен. Не істеппін дейді. Сөзді көбейтпей үйіңе қайт деп ақыл айтқан болдым. Үйіңде көп болмаймын, баламды алып пәтер жалдап кетемін деп тоңқылдады. Мен сені қуып жатқаным жоқ, бірақ неге үйіңе барғың келмейді? Олай болса неге тидің деп сұрадым. Бір ауыз сөз Нағимаш, ол маған ұнамайды, бітті дейді. Анау Кәусар деген қызға жаным ашиды. Сүп-сүйкімді әдемі қыз боп өсіп келеді. Анасы өліп жетім қалды. Оны мына бала түрткілейді. Айтатыны жоқ, Мәдинаның баласы қатты тентек. Бірақ біздің үйге келсе тым-тырыс болады. Оған себеп менің 2 балам бар. Бұлар оны дікеңдетіп қоймайды. Қит етсе қағып салады. Мұндайда ойланбай көріңіз. Қашан болмасын баланың үстінде шайқас болуы мүмкін. Мәдина оның анасы, баласын ұрғызып қоймайды. Бірақ кейбір балалар таяқсыз тоқтамайды. Менің қорқып жүргенім осы еді. Сен маған ашып айтасың ба? Деп сұрадым тағы бір күні. Немді айтамын, жұмыс қарап жатырмын, деген сіңлім баласын алып бөлмесіне кіріп кетті. 2 ойлы күйде қала бердім. Қайтейін бұл қызға, қайта-қайта айта беруге тағылмайды. Үйіне барып едім. Мыжыңдап миымды жеп қойды деп жүрер дедім. Бірақ мына заманда байға тию де оңай, ажырасу да оңай екен. Мінезіміз жараспады деп кетіп отырады. Немесе мына қыз сияқты ұнамады дейді. Күйеу бала тым жақсы жігіт қой. 2 қолында жұмысы бар. Үстінде үлкен үйі бар. Тек ауылда кәрі құртаңдармен тұрады демесең, басқасының бәрі айбат еді. Құрсын бұл қыз бұзылып жүрген жоқ па өзі? Қатын дегенде ес болмайды. Мына қаладан бөтен еркек басын айналдырып алған болмасын. Осы күні ол да таңсық емес. Бөтен еркек үшін байытуге балаларын тастап кетіп жатқан қатындар бар. Олай болса, ақиқатын сұрау керек. Себебін анықтау керек. Астанада тұрғым келеді дегені жай ғана сылтау болуы мүмкін. Әйтпесе бала көтергенімді айтпа, деп неге айтады? Неге жасырады? Құдай-ау, өзімде оңып тұрғаным жоқ. Некесіз бала көтердім. Бұл деген шариғатқа да, табиғатқа да қайшы ғой. Ойланып жүріп, кешкі асқа қарадым. Ковид деген бәле өн бойымнан кетпей қойды. Өзімне өзім қызуым көтеріліп, қалтырап дірілдеп бастадым. Менің тағы да мазам болмай тұр, Мадикош. Сен екеуміз кезек-кезек ауыра беретін болдық қой осы, дейді. Соны айт жаным, бізге көз тиген жоқ па? Мүмкін мамадан қарғыс алған шығармыз, деген ойымды айттым. Санырақтамаш, сен қыз, қайдағы қарғыс деп дүңкетті. Рас қой, үшеуміз жүріп мамама қарамадық. Өлетін кезінде жалғыз қалып қор болған жоқ па? Сосын бар ғой, менің енем келгенде түсімде қара түйіншек көрдім деген. Сол сөзі әлі де есімнен кетпейді. Бірақ нақтысын білмеймін. Түсінде көрді ме, өңінде көрді ме? Әйтеуір, маман қара түйіншек ұстап, үй бұрышына келіп кетті деп айтты, дедім. Мадикошым қолын бір сілтеп қоя салды. Онан барып, тоңазытқышта тұрған дәрілерімді әкелді. Дайындап жіберіп, өзіме өзім ине ектім. Бұл менің бұрыннан әдетім. Өзіме өзім антибиотик саламын. Құдай сақтасын, тағы да ковид болмайын деймін. Қорқып барам жаным, дедім ас бөлмеде күйбеңдеп жүрген сіңліме. Неден қорқасың деп басын қылтитты. Менің өмірімде 3-ақ нәрсе есімде қалған. Онан бері қаншама жыл өтті. Сірә ұмытылар емес. Әсіресе осы қара түйіншек деген мен құстан құлаған 2 пышақ кетпейді.
Мұның бірін енем айтса, екіншісін түсімде көрдім. Мойнымды созғанымда терең сайда екі пышақ айқасып жатты. Сонда бұл не болғаны? Жауабын таба алмай басым қатты. Мүмкін екі пышақ дегенім Бекошқа таласқан Айдана екеуміз шығармыз. Құрсағымдағы аман тұрса, алда үлкен соғыс бары анық. Өйткені Айдана да оңайлықпен беріле қоймайды. Мә саған ала ғой деп, байын қолыма ұстата салмайды. Ондайда тік аяқтан тұрып айқасуға тура келеді. Демек айқасып жатқан қос пышақ Айдана екеуміз деп жорамалдап жаттым. Сол күні астың қамын мен бастасам, соңын Мәдина пісірді. Бұрыш салып, сорпадан ішіп жаттым. Көзім ілінген екен, бұлдыр-бұлдыр белгісіз түстер көрдім. Басы бар, аяғы жоқ бұламық бірдеңелер. Қызуым қайта көтерілді. Укол салайын дедім сіңліме. Түндегі иненің күші кетті ғой дейді. Менің сонда жедел жәрдем шақыруға аяғым тартпады. Білмеймін неге, әйтеуір емханаға барғым жоқ. Өзімді өзім емдеп үйде жаттым. Осының бәрі ковидтің әсері, сонан асқыну қалды. Оң құлағым ауыр естиді. Сосын қайта-қайта қызу көтеріле береді. Бір таблетка дәрі жұтып, ине ексем адам боп қаламын. Сондай халде 2 күн жаттым. Бекошымнан хат келді. Ұшақтан түсіп тұрмын, саған барайын дейді. Мен қызулап ауырып жатырмын дедім. Аман саулық сұрады, 2-ші күн дедім. Қоярда қоймай жедел жәрдем шақырды. Тән қызуымен қан қысымымды өлшеген фельдшер жігіт емханаға апарғанмен орын жоқ дейді. Ендеше дәрі-дәрмегіңді жазып бер, үйде емделемін, мен өзім де дәрігермін дедім. Алайда ертесіне тағы да жедел жәрдем келіп алып кетті. 2 баланы Мәдинаға тапсырып кетіп отырдым. Сіздің өкпеңізде деген қорытынды шығарды. Ковид болғамын, соныкі болар деп сұрадым. Сонда қолындағы қағазға шұқшия қараған дәрігер: жоқ, ковидтен амансыз, сіздікі басқа вирус дегенде жүрегім сырқ ете қалды. Болды, осымен бәрі бітті. Менің өкпеме құрт түсті. Бұл атың өшкір туберкулез деген ауру. Бұл аурудан талай бала көз алдымда көз жұмған. Мен ғой 40-тан кеттім. 20-дағы жігіттер өлген. Түрмеде жүргенде талай бозақты көрдім ғой. Талайының өлді деген құжатын өзім толтырдым. Енді міне, сол ауру маған да жетті. Осыдан кейін Бекошта басқа да әдірем қалды. Ешкімге көрсетпей оқшаулау бөлмесіне тықты. Ол аз десеңіз, үйімді мөрлеп тастады. 2 балам шырпыр болды. Құрсағымды ойлайтын шамам болмады. Бекошта қарап қалмады. Біраз жерді аяғына тұрғызды. Аптадан кейін арнайы емханаға ауыстырды. Көзім жәудіреп жылап жаттым. Ешкімді кіргізбейді. Ешкімге көрсетпейді. Мансабының күшімен Бекош келді. Сезіп жатырмын, үрке қарап шошып тұр. Бұрынғыдай ынтасы жоқ. Алайда жалғыз келмей, атағы бар бір профессорды ерте келіпті. Ешқандай укол салуға болмайды. Тек таблеткалармен емдеңдер деп бұйрық берді әлгі кісі. Оны өзімде білемін. Тубектерге укол салмайды. Дәрі-дәрмекпен емдейді. Осыдан кейін жүгір басталды. Бекоштан ақша алған дәрігерлер атой салып тік аяқтан тұрды. Үйдегілермен телефонда ғана сөйлесіп жаттым. Баяғы байың неғып жүр дейді Мәдикош. Қандай бай деппін сасқанынан. Бірінші байың да Шымкентский. Үйде сол жүр ғой дейді. Білмеймін деп ат тонымды ала қаштым. Сөйтсе менің үйіме біреулерді апарып дезинфекция жасатыпты. Сосын балдарыма кілтті әперіпті. Мұндайда сөзі өтетін адамының болғаны жақсы. Әйтпесе отбасымды бөлек пәтерге жіберген еді. Бекош барып 3 күн тазалатып кілтті қайтып алған. Мен сонда 40 күн қозғалмай жаттым. Бұл арнайы емхана. Мұнда бөгде адамдар кірмейді. Таңертеңгі түсірген рентгеннің нәтижесі шықты.
Оны қолтығына қысқан егде жастағы дәрігер кіріп: "Біз сізді үйіңізге жібереміз, бірақ мына дәрілерді үзбей қабылдаңыз. Ыстық тамақтар ішіңіз. Жылқының етіне жоламаңыз. Таза ауада тыныстап дем алыңыз. Сіз енді 15 күннен кейін келесіз" дейді. "Доктор, мынаған зиян тимей ме?" деп құрсағымды көрсеттім. "Негізі зиян екен білемін. Профессор не айтар екен дегенім еді. Оны келесі келгенде айтамыз. Сол кездегі анализ көрсетеді" дейді. "Мақұл, доктор, рахмет дейін. Бірақ бар ғой, доктор, сізге менің жеке өтінішім бар" дедім. "Қандай өтініш? Айта бер, қарындасым" деп құлағын тосты. "Өткенде келген жігітті танисыз ба? Қазмұнайгаздан келген кісі. Осында кірді ғой" деп сұрадым. Жоқ, ол кім еді? Мен көргенім жоқ" дейді. "Анализ нәтижесін ешкім білмей-ақ қойса, сыйақыңызды береміз ғой, аға." "Ойбай-ау, қарындасым, о не дегенің? Дегеннен жамандық шақырмайық. Сен өзің де дәрігер екенсің, білесің ғой. Ол біздің қолымызда емес, біз жай ғана себепшіміз" дейді. "Дұрыс қой, аға, бірақ осы сөз арамызда қалсын, ешкім білмесін" деп тапсырдым. Доктор маған таңдана қарады. "Солай, аға, коллегаңыз есебінде өтініп сұраймын. Анализдің қорытындысын екеумізден басқа ешкім естімесін. Білесіз бе, мен сізге көп сөйлеп миыңызды ашқым келмейді. Бірақ өмірім қыл үстінде тұр. Осы жасыма дейін құрсағымнан балам жоқ" деп көзімді сығымдаған болдым. "Болды, қарындасым, болды. Қос қошаққанның бауы берік болсын" деп тоз көтеретін болайық. "Айтқандай, Қазмұнайгаздағы кісі дегенің кім?" дейді. "Ол менің жақын танысым" деп қысқа қайырдым. Сонда қарнымды саусағымен көрсетіп, оған бетіме күле қараған егде дәрігер: "Түсіндім, қарындасым, түсіндім" деп басын шайқап орнынан тұрды. "Түсінсеңіз солай, аға, қомақты сыйақыңыз менен болады" деп қала бердім. Саусағын аузына апарған дәрігер басын изеп шығып кетті. Арадан көп өтпей бетіме маска киіп мен шықтым. 2 ұлым келген. Үшеуміз таксиге отырып үйге жеттік. Осылайша аман есен үйіммен қауыштым. Сол күні-ақ кеште Бекош хабарласты. "Жаным, менің қайдасың" дейді. "Аулада таза ауа жұтып серуендеп жүрмін" дедім. "Қазір барамын" деп жетіп келді. Сағынып қалыпты. Құшағына басып біраз отырды. "Мына жерде таныстарың бар шығар, былайырақ барайық" дейді. Барсақ барайық деп, сол маңдағы мешіттің тұрағына келдік. Үрке қарап отырғанын байқадым. Дұрыс, кімге болса да жан тәтті ғой. "Айдоншегің қалай, шапқылап жүрме" деп сұрадым. "Жақсы, иә, жұмысқа шығам деп миды ашытып отыр. Бір жерлерге резюме тастап келіпті" дейді. "Істеймін десе істей бермей ме? Онда тұрған не бар" дедім. "Соңғы 2 жылда ауырған соң үйде отырды. Ол да сендей медик қой, білесің бе" дейді. "Білемін, Бекош, білемін. Сендер мені лақтырып кеткеннен бері бәрін білемін" дедім. "Ол кезде сондай болып қалды. Енді өткенге оралмайықшы, Нағимаш" дейді. Бұл маған алғашқы кездесуде бәрін айтып берген. Қысқасы, хаттасып жүрген Айданамен жақынырақ танысып қалады. Содан бұл екеуі қалада кездеседі. Айдана студент, Бекош жұмысқа барған мұнай саласындағы маман. Осы жұмысқа біраз ақша беріп орналасыпты. Сөйтіп жүріп, Айданаға көңілі ауа бастайды. Оның үстіне мамамның қылығынан шошыған енем қолқа салып, "Үйлен балам, үйлен" деп миын жейді. Әрине, мамасы менен қорқады. Баламды іздеп келеді деп алаңдайды. Сонда есі кеткен Айдана 2 көзін тас жұмып, бәрін тастап тиіп алады. Өйткені ол біздің жағдайымызға қанық. Соттасып, ажырасып жатқанымызды біледі. Дәрігер апайымның араласпа дегені де, Айдананы танығаннан болар, кім білсін. Не десем де сол апайым
Айдананы көздеп дәрігер қыламын деп жүрген екен. Алайда оның байға тиіп кеткенін естігенде орнына мені оқытқан. Маған Айдана оқуға түсті деп алдай салған. Сөйтіп Айдана колледжбен қалса, мен жоғарыны оқыдым. Айтқанда Бекош осы қызды апарғанда, Маңғыстаудың бір қызын жіберіп, бір қызын алдық деп енем айтқан екен. Алайда қуаныштары көпке бармапты. Шай басында жүрегі тоқтаған адам аяқ асты марқұм болып кете барыпты. Мұндайда қайдағы той? Күнін белгілеп қойса да, ешқандай той болмаған. Шақырып қойған қонақтардан кешірім сұрап хабарлаған. Әйтсе де құда анда кішігірім барыс-келіс жасап тойдың ырымын жасаған. Сонан соң жас жұбайлар қол ұстасып ақтауға келеді. Бекарыс өте сауатты бала. Білімі жетелеп өрге домалайды. Сөйтіп 39 жасында Қазмұнайгаздың директорлар кеңесіне мүше боп шыға келеді. Айдана бұған 3 қыз туып береді, бірақ онан әрге денсаулығым жоқ деп отырып алады. Міне, айт дедіңіздер, айтқаным болсын, бары осы. Оқиға тап осындай болған. Сонда Айдананың Бекошқа тигенін естіген апайым, қап бәлем, біле тұра о несей деп бармаған шайнап қалыпты. Тойына сол үшін бармаса керек. Маған сенің көңілің деп бармадым деген. Бірақ анау айтқандай той болмаған. Сол үшін бармаған олар. Сол күні Бекош екеуміз біраз сөйлестік. Мәдинаны таныдым, бірақ ол мені танымаған сияқты дейді. Таныған, маған солай жазды дедім. Күйеуі бар ма, тұрмысқа шықты ма деп сұрады. Иә, бар, баласы бар деп жуып шайдым. Онан Алимашымның қайтыс болғанын айттым. Иманды болсын деп себебін сұрады. Есерсоқ байы ұрып өлтірді дедім. Көзі аларып қатты да қалды. Осыдан екеуміз де үнсіз отырдық. Бірақ сол үнсіздікті өзім бұздым. Емханаға бардың. Сен оларды танисың ба деп сұрадым. Осы маған аса керек еді, білгім келді. Жоқ, мен оларды танымаймын. Бардым, бас дәрігердің алдына кірдім. Таныстым. Қалтасына бір соғымның ақшасын салдым. Болды, дейді. Менің жағдайым жақсы болып қалды. Енді 15 күннен кейін тағы да барамын. Бірақ сен менің соңымнан барушы болма, деп ескерттім. Жарайды, қарамай жатса айтарсың. Ол кезде шок боп қалдым ғой, сол үшін бардым, дейді. Негізі ол емханада дәрігері көп. Бас дәрігерін танымаймын. Бекошпен келген профессорды бас дәрігер деген. Алайда менің жеке дәрігерім басқа, кешегі шал кісі. Біз ондайды лечащий врач дейміз. Әне сол кісі менің тағдырымды шешеді. Себебі сол қалай айтса, солай болады. Өйткені жауапкершілік соның мойнында. Ең бастысы, Бекош екеуі таныс болмаса болды, деп қуанып қалдым. Егер таныстар болса, іс насырға шабуы әбден мүмкін. Бірақ ондай қутыңдаған шалды қалпақпен ұрып алуға болады. Ойнақшыған көзі айтып тұр. Қалтасына ақша тығып, қолтығына су бүркіп жіберсем, жүгіріп кететін байқадым. Осы күні бәрінің құлқындары ойық. Аузына тамызсаң, сенің сөзіңді сөйлеп шыға келеді. Ендеше таныстар емес. Болды, бәрі жақсы. Осылайша өзімнен өзім әлде бір жамандыққа дайындала бастадым. Бекошты жіберіп, үйге келген соң, Мәдина екеуміз біраз сөйлестік. Анау Чимкенскийді қайта тауып алғансың ба, дейді. Иә, солай боп қалды, дедім. Ендеше, мынау соныкі ғой, дейді қарнымды көрсетіп. Иә, соныкі деп мойындадым. Өзі бір бастық сияқты. Анау сөзден келгендер құрдай жұрғалап кетті ғой, деп қояды. Несін жасырайын? Жасыратын не қалды өзі? Бекош жайлы бәрін айттым. Олар деген бәле, дейді миығынан күліп. Олар деген кім? Кім бәле деп жалт қарадым. Соларды айтам, сол Чимкенскийлер. Олар шеттерінен бәле болады. Олар өзбек көргендер ғой.
Мысалға, сенің Бекошың баяғыда шидеген бала еді. Бүгін шыртиып бастық болып алған. Сонда бәле емен немене, дейді сіңлім. Әрі қарай сөйлескім келмеді. Тыңдап отырмадым. Шымкент десе, мамам екеуінің құлақтары тік тұратын сол әдеті әлі қалмапты. Қауын тұқым, бір тұқым дегені расау құрсын. Біз үшеумізде бір-бірімізден алыс емеспіз. Марқұм мамам да өле-өлгенше аңдысып өтіп еді. Мен де сондай болып барамын. Тап қазір көрген баққаныммен аңдығаным Айдони айдана ғой менің. Оның қаса мына Мадикош та тап сондай. Баяғы бұзық жігіт босап осында келіпті. Соған бола байын тастап қашып жүр. Мұндайларды орысша айтқанда однолюбтер дей ме? Бәлкім солай шығар. Бірақ біз бөтеннің байына жармасатын бейбақтармыз. Оның несін жасырайын. Көңілсіз жатып көзімді жұмдым. Ертесіне Бекошым тағы келді. Онан кейін де 3 рет келді. Сөйтіп жүргенде 15 күн өте шықты. Емханаға кеттім. Бәрін тексерді. Бастан аяқ анализ тапсырдым. Нәтижесі шыққанша тағатсыздана күтіп жаттым. Мұнда егетін ине жоқ, жейтінің дәрі-дәрмектер ғана. Құдайға жалынып, оң нәтиже күтіп жатқамын. Кенет ұзын дәлізден естілген таныс дауыс палатама кіргенде атып тұрдым. Уы жаратқан, сен мені кіммен жолықтырдың? Оны көргенім рас болса, 2 көзім ақсын. Сол жерде аңырап тұрып қаттымда қалдым. Есімді жиғанда емханадан шығып қаша жөнелгім келді. 24 бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.